Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз сіздермен қоршаған орта бөлімінің екінші сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы бұл менің суреті. Здравствуйте, ребята! Мы сегодня с вами начинаем урок казахского языка. Сегодняшняя наша тема «Чей это рисунок?» Дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің жадын жазамыз. Сәуірдің 8-і. Бұл ненің суреті? Сабағымызды көркем жазумен бастаймыз. У әрпі. У. Сурет. Тау. Тауық. Уық. Жарайсыңдар, балалар. Ендеше, балалар, бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздерімен танысамыз. Қоршаған орта. Қоршаған орта. Тау. Тау. Бұлт. Бұлт. Гүл. Гүл. Кірпі. Кірпі. Ненің. Ненің. Жарайсыңдар, балалар. Осы жаңа сөздерді видеоны паузаға қойып, дәптерге жазамыз. Ендеше, балалар, ненің сұрағына назар аударамыз. Ненің? Чей? Ненің? Алманың, шиенің, таудың. Окончание «ның» после гласных и после «н», Например, арстанның. Дың после з, ж, р, л, у, и, ю. И краткое. Мысалы, например, аюдың, таудың. Өте жақсы, балалар. Окончание тың после глухих согласных и после б, в, г, д. Например, гүл. Извините. Например, бұлттың, ағаштың, мягкое иттің. Жарайсыңдар, балалар. Өте жақсы. Балалар, қоршаған орта деген не екен? Мына суретке назар аударыңдар. Бізді қоршаған ортаға бұлт, жануарлар, күн, гүл, тау, шөп жатады. Яғни, бізді қоршап тұрған жануар, өсімдіктер қоршаған орта болып табылады. Осыны естеріңе сақтаңдар. Ребята, здесь у вас показана наша окружающая среда. Запомните. Облака, животные, солнце, цветок, горы, трава – это все наша окружающая среда. Ендеше, балалар, мына мәтінді оқиық. Если вам понятно, что такое окружающая среда, обратите внимание на этот текст. Давайте определим, о чем этот текст. Менімен бірге оқиық. Саша сурет салады. Мынау бұлттың суреті. Мынау таудың суреті. Бұл қоршаған ортаның суреті. Саша рисует.
Это рисунок облака. Это рисунок горы. Это рисунок окружающей среды. Ендеше балалар, астындағы сұрақтарға жауап берейік. Саша не істейді? Өте жақсы, жарайсыңдар. Саша сурет салады. Саша ненің суретін салады? Жарайсыңдар балалар. Саша қоршаған ортаның, бұлттың, таудың суретін салады. Жарайсыңдар балалар. Түсінікті болса, балалар, келесі тапсырмаға көшейік. Дәптерлеріңде орындауларың керек. Следующее задание, ребята, вы должны сделать в тетради. Көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, көшіріп жаз. Вместо точек вы должны ставить правильные, нужные буквы. Жарайсыңдар балалар. Бұл тапсырмада балалар ненің суреті екенін жазуымыз керек. Бірінші суретте ненің суреті? Бұл таудың суреті. Екінші суретте? Үшінші суретте? Төртінші суретте? Не екенін өзіміз дәптерге жазамыз. Сабақ барысында жазғандарымыздың барлығын маған суретке түсіріп, WhatsApp арқылы жібереміз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.